Сәлеметсіздер ме? Мен доктор Навараш Шанкар, Ченнай қаласындағы Аполло ауруханасының аға кеңесші ортопед хирургы. Бүгін біз ортопедиядағы жаңа дәуір туралы сөйлесеміз. Оны ортобиология деп атайды. Ендеше, ортобиология деген не? Ортобиология бұл сіздің ауруыңызды, өзіңіздің жасушаларыңызды пайдаланып емдеу әдісі. Мысалы, егер сізде жарақат болса, оның жазылуына шамамен 8 апта кетеді. Бірақ дәл сол жарақат, мысалы, тендинит жарақаты, бұл плантарлы фасци, теннис шынтағы немесе ахилл сіңірінің тендиниті болуы мүмкін. Осындай жағдайларды тромбоцитке бай плазмамен емдеуге болады. Яғни, біз сіздің өз қаныңызды аламыз. Сол қаныңыздан дың жасушаларын дайындаймыз. Және бұл дың жасушалары жарақаттанған жерге егіледі. Осылайша қабыну өте тез жазылады. Бұл тек жазылу ғана емес, сонымен қатар қалыпты тіндердің қайта өсуіне де көмектеседі. Тромбоцитке бай плазма туралы айтқанда оның бірнеше түрі бар. Қарапайым тромбоцитке бай плазма бар. Қосдозалы тромбоцитке бай плазма бар. Санокин тромбоцитке бай плазма бар. Сізде алтынға бай тромбоциттерге бай плазма бар. Сонымен қанға негізделген өнімдерден кейін біз сүйек кемігіне негізделген өнімдерге өттік. Сүйек кемігінде не бар? Жас науқастар, жас артритпен ауыратындар немесе спорттық жарақаты бар. Менискінің кішігірім жарақаты бар науқастардың бәріне де ота қажет емес. Тек қарапайым инъекция жеткілікті. Аполло ауруханаларында біз әбінді сүйек трансплантациясымен емдеуде ең көп көрсеткішке жеттік. Бұл әбін жамбас, яғни жамбасқа протез салмай емдеу. Әбін жамбас ерте анықталғанда біз өсірілген остеобласттарды қолданамыз. Жамбасыңыздағы зақымданған сүйекті алып тастаймыз. Жаңа сүйекті сол жерге қоямыз. Содан кейін сіз қалыпты өмірге ораласыз. Бұл ортопедиядағы ең соңғы жетістік. Оны ортобиологиялық әдіс деп атайды. Мұнда біз сізді табиғи жолмен тек ине арқылы емдейміз.